Сәлем, менің атым Нұрасыл. Көп ақшадан басқа не жақсы, не көп болып көріне алады, білесіз бе? Иә, оны көп қалып таба алатындығын. Ал ақшаны мен көп қып таба аламын. Мақтанғаным емес әрине. Одан да сіздерге өз оқиғамды айтып берейін. Мен қазір 17-темін, ал оның бәрі мен 12-те болғанда басталды. Менің отбасымның жағдайы өте төмен еді. Төмендігі соншалық, мен бір аяқ киімді бір жыл киетінмін. Бірақ менің аяқ киімім жақсы ботинка болатын, анығырақ, мықты. Менікі бауырымдікіне қарағанда әлде қайда жақсы, өйткені оныкінің тесігі көп, әрі аяғын қажайды. Бірақ менің аяқ киімім ұсқынсыз болатын. Мен әрдайым дүкеннің витринасындағы жап-жаңа кроссовкиді армандайтынмын. Бірақ бұл сіздерге жай арман болып көрінетін шығар. Сол кезде мен бұл арманды орындай алмас едім. Өйткені менде ақша болмады және табысым да жоқ. Осыны біліп, мені сынып қалды дейсіздер ме? Әрине жоқ. Мен қатты ойландым. Жаңа кроссовкиге ақшамды қалай жинап табуын. Ал кроссовки арзан емес. Әкем ылғи айтатын, өмірде өз орныңды табу үшін жақсы оқу керек деп. Біз інім екеуміз осы сөзге берік қарайтынбыз және сабақты жақсы оқитынбыз. Менің бүкіл уақытым және ынтам сабаққа кететін. Менде жақсы баға болды, бірақ ақша болмады. Ал кейбіреулерінде ақша болды, бірақ оларда баға болмады. Сосын мен оларға тапсырмаларды ақшаға орындауға ұсындым. Көп емес әрине, бірақ кроссовкиге 1-2 айда жинауға жетеді. Ал бұл маған қиынға соқпады. Мен өзіме тапсырма орындаймын және оны басқаларға көшіріп беремін. Арасында өзгертемін, енді көшіріп алыпты деп ойламас үшін. Тағы мен бағаны әртүрлі бағаға саттым. Тағы үлкен кластағылардікін де шештім. Бірақ бір күні олар маған ақша төлемей қойды. Бірақ неге? Бір адам алып қалғаны көшіріп аламыз деген жоспармен жүр екен. Сосын осы жағдайды маған шешу керек болды. Сосын мен бағаны көтердім. Бірақ басында олар келіспей, сосын келісті. Өйткені тапсырма орындағысы келмейді. Сосын бәрі өз қалпына келді. Бірақ бір күні көре алмаушылықтан сыныпта біреу мені мұғалімге айтып берді. Ойлап қараңшы, мұғалімге. Сосын апай маған қатты ұрысты. Тоқтатпасаң бұл ісің саған да және сыныптағы сыныпқа үлкен жанжал болады және қиыншылық тудырады. Ата-анаңды шақыртамын деді. Сөйтіп мен ісімді тоқтаттым. Мен өз мақсатыма әлі толық жинай алмадым. Ал менде жаңа жоспар пайда болды. Мен жоғарғы кластың балаларын енді білгендіктен, ал олардың мұғалімдері мені білмегендіктен мен оларға саттым. Бірақ ақшаға емес әрине, ойыншықтар мен гаджеттарға алмастырдым. Сөйтіп олардың ойыншықтарымен өз классымда ойнадым. Құдды бір қызықты сияқты, бірақ шынымен де қызық. Ал балалардың ішінен бірге ойнайықшы дегендерге жоқ дедім. Ал олардың құмарлығы одан әрі арта түсті. Одан кейін мен оларға ойыншықтарды арендаға беріп және кейбіреулерін саттым. Одан әрі үлкендерден ойыншықты сатып алып, оны өзіммен жастыларға 2 есеге саттым. Осы дұрыс. Үй тапсырмасын орындағаннан көрі шаршамайсың. Олардың ата-аналары бәрін байқап, мұғалімдерге айтып, барлық мұғалімдер маған жынданды. Олар мені басқа балаларды ренжітеді деді. Бірақ мен келіспеймін. Өйткені мен ешкімді мәжбүрлемеймін және олар қуанышты. Сөйтіп мен көптен күткен арманыма кроссовкиге жинадым. Сосын дүкенге барып сатып алдым. Иә, көптен күткен жеңісім. Еңбек түбі жеңбек деген осы ғой. Қиындықтар болса да қолым жетті. Сосын үйге кіріп келе жатып, мен бауырымның кроссовкиін көріп қалдым. Оныкі жыртық-жыртық, менікіне қарағанда жағдайы нашар. Ал ол болса өмірі аяғы қақсап ауыратынын айтатын және әрдайым ауыратын. Жыртық аяқ киіммен барлық суды кезіп жүреді. Сөйтіп мен өз жаңа кроссовкимді бауырыма бердім. Ол өте қатты қуанды. Мен өзім киіп жүргенімнен көрі бауырымның жаңа аяқ киімін кигенін көргенде мен одан да қатты қуандым. Менің ата-анам маған қатты ұрысты. Өйткені олар мені ұрлап алды деді. Бірақ мен оларға бәрін түсіндірдім. Ал олар мені мақтады. Бауырыма көмек бергеніме. Мен оларға айтпадым, кроссовкиді өзіме алған едім деп. Сол уақытта мен түсіндім, ақша табу үшін адамға қажет зат беру керек. Мен мұңаймадым, өз мақсатымды ініме бергеніме. Маған қатты ұнады жаңа ойлар, жаңа табыстар туралы ойлау. Мен қазір 17-темін. Мен өз бауырыммен, достарыммен өз бизнесімді ашқалы жатырмын. Ол өте қызық. Мәселе ақшада емес. Сіз қаншалықты пейіл ынтамен істегеніңізде. Я досым, басқаларға, достарыңа, туыстарыңа осы видеоны жібер. Олар да білсін. Адал жолдағы еңбек жеңісін бермек. Мақсатың алдыңда болса, оған жетпек. Қош сау бол достым.